Конор Макгрегордың спорттық өмірбаяны бір фразамен сипатталған: тікеннен жұлдыздарға. Және туыстары оған моральдық және қаржылық қолдау көрсету үшін болған жоқ. Жанкүйерлер боксшы оның қыңыр ирландтық мінезі спортшыға тоқтаусыз күресуге мүмкіндік берді деп сенеді. Конордың өзі адамдарды ұрып соққан үшін 1 тонна ақша алатынын айтады, және ол мұны жақсы істейді. Балалық және жастық шағы. Конор Энтони Макгрегор 1988 жылы 14 шілдеде Ирландияның Дублин қаласында дүниеге келген. Мұнда Конор аралас жекпе-жектен емес, футболдан спорттағы алғашқы қадамдарын жасады. Және ол Манчестер Юнайтедті сүйікті командасы деп атады. Бірақ Макгрегор футбол ойнаудан шаршап, оны тастады. Жігіт 18 жаста болғанда оның отбасы Ирландияның шетіндегі, оңтүстік Дублиндегі Лукан қаласына көшті. Мұнда Конор кәдімгі орта мектепті бітіріп, мұнда аралас жекпе-жекке қызығушылық танытты. Рас, спортшының әкесі Тони Макгрегор оның жекпе-жек өнеріне деген құмарлығына қарсы болды. Сонымен қатар, оның отбасы бай болмағандықтан, мектепті бітіргеннен кейін Конор сантехник болу үшін мектепке баруға мәжбүр болды. Жігіт көрмеді: менің өзім үшін өмірде болашағым жоқ. Конорды қолдаған жалғыз адам оның анасы Маргарет болды. Ол жаттықтырушыға жігітке тәлімгердің моральдық қолдауы қажет екенін түсіндірді. Және бұл не болса да, ол спортпен айналысу керек. Күрескердің мансабының басталуы оның анасы, содан кейін оның әйелі Ди Девлин оған үміт пен өзіне деген сенімді оятты. Конор табысты мансап құруды жалғастырды. 12 ма аралас жекпе-жек. Жекпе-жегінің 10-да жеңіске жеткен ирландиялық боксшының өмірінде көптеген қиындықтар болды: жұмыссыздық және ақша тапшылығы. Бос уақытының барлығын залдарда өткізетіндіктен жұмысы болмады. Бірақ отбасы мен олардың қолдауының арқасында ол ағылшын аралас жекпе-жек ұйымының Cage Warriors Sports ұйымының 2 салмақ дәрежесінде, жеңіл және жеңіл салмақта чемпионы атанды. Боксшы өзінің спорттық мансабын оның бойы өскен кезде жеңіл салмақта бастады. Шамамен 175 және оның салмағы шамамен ббк болды. 2007 жылы Ring of Truth 6 турнирі аясында өткен алғашқы ауыр жекпе-жекте Конор Сиаран Кемпбеллді алғашқы 5 минутта техникалық нокаутқа түсіріп, жеңімпаз атанды. 1 жылдан кейін Ақиқат торы турнирінде жас спортшы Кейдж Радж Мо Тейлор чемпионатында Гарри Мористі жеңіп, Эдди Дайерти мен Майк Вудты таза нокаутпен жеңді. Конордың алғашқы жекпе-жектерінде жеңіс пен жеңіліс болған. 2008 жылы Макгрегорды литвалық спортшы Артемий Ситенков 1-2 жылдан кейін отандасы Джозеф Даффи жеңді. Сол кездегі ирландиялық үшін ең үлкен мәселе техникасын жетілдіру қажеттілігі емес, қаржылық қиындықтар болды. Бір кездері Конор әкесі сияқты сантехник болып жұмыс істеді және спортпен шұғылдануды шешті. Алайда, 2009 жылғы Ultimate Fighting Championship турнирін көргеннен кейін көп ұзамай ол қайтадан қарқынды жаттыға бастады. 2012 жылы Макгрегор жеңіл салмаққа көшті және бар болғаны 2 жекпе-жекте Cage Warriors'тың көшбасшысы болды. Содан кейін ол жеңіл салмақ дәрежесіне қайта оралып, Иван Бичингерден чемпиондық титулды алып, бір уақытта 2 салмақ бойынша қазіргі чемпион атанды. Бір кездері Макгрегорды жаттығуды қайта бастауға шабыттандырған басшылығы спортшының жетістігіне тәнті болды. Және кәсіби келісім шартты ұсынды. Жаңа ұйымдағы жауынгердің бірінші қарсыласы Conor of Kung-Fu аясында кездестірген Маркус Бремейж болды. Бремейж ирландиялыққа белсенді түрде шабуыл жасады, бірақ оның техникалық және өте дәл соққыларының салмағы астында жеңілді. Келесі қарсылас Макс Холлоуэй болды, оны Конор да жеңді. Алайда бұл жекпе-жек кезінде ол алдыңғы крест байламы зақымданған, соған байланысты дәрігерлер оңай уақытын өткізген. Шайқастарға қатысуға тыйым салынды. Белсенді мансабына оралған соң, спортшы өзінің туған жері Дублинде Fight Night 46 аясында өнер көрсетті. Ол бірінші раундта техникалық нокаутпен Диего Бранданды ерте жеңіп, одан кейін тағы бірнеше жеңіске жетті. Сол кездегі Хосе Альдо жеңіл салмақтағы қазіргі чемпионы. Промоутерлер жекпе-жекті 2015 жылдың шілдесіне жоспарлады, ал оған дейін Макгрегор Альдоның тепе-теңдігін сақтау үшін барлық мүмкіндікті жасады. Дублинде өткен баспасөз мәслихатында ол болашақ қарсыласының үстелінен чемпиондық белбеуді тартып алды. Алайда Жозенің қабырғасы сынғандықтан, ирландиялықтың жоспарланған кездесудегі қарсыласы Каяның 2 дүркін чемпионы Чад Мендес болды. Оны Макгрегор сәтті жеңіп, уақытша чемпионы мәртебесін алды.
Альдоның кездесуі 2015 жылдың желтоқсанында ғана өтті, және ол шынымен де қызықты оқиға болуы керек еді. Алайда бірінші раундтың 13 секундында Конор қарсыласының иегіне қарсы соққы жасап, чемпиондық титулды жеңіп алды. Ирландиялықтың AFC-дегі алғашқы жеңілісін 2016 жылдың ақпанында Нейт Диас алған болатын. Сол жылдың тамыз айында жартылай орта салмақтағы UFC чемпион үшін реваншта Макгрегор әлі де Диасты жеңді, дегенмен кездесу ұзаққа созылды және керемет қызықты болды. Ал 2016 жылдың күзінде Конор алды. Жеңіл салмақта UFC чемпионы титулы өзінен бұрын марапат белбеуін таққан америкалық Эдди Альварес жігерлі боксшымен жекпе-жекке төтеп бере алмады. Көп ұзамай бокстан фунт бойынша бұрынғы чемпион Флойд Мейвезерге қарсы жекпе-жек туралы әңгіме болды. Конор 2018 жылдың 6 қазанында UFC 229 турнирінде жеңіл салмақтағы қазіргі чемпион Хабиб Нурмагомедовтан жеңіліске ұшырап, 2019 жылдың қаңтар айының соңында Невада атлетикалық комиссиясы Конор Макгрегорды 6-ға дисквалификациялау туралы үкім шығарды. UFC-де Хабиб Нурмагомедовпен жекпе-жектен кейінгі оқиға үшін $50 000 айыппұл төледі. 229. 2019 жылдың 26 наурызында Конор Макгрегор кәсіби боксшы ретінде зейнеткерлікке шығатынын және басқа бизнеске көңіл бөлгісі келетінін жариялады. Жарнама және бизнес Конордың банктік шоты рингтегі табысқа қоса, Bud Light, Reebok және Monster Energy компаниялармен жасалған келісім шарттардан толықтырылады. Өмірде бәрінің бағасы бар деп есептейді күрескер. Ертең жағажайда демалу үшін ол бүгін жекпе-жектерге қатысады. 2018 жылы Макгрегор Proper 12 Ирланд вискиін ұсынды. Отбасылық Erie Born Spirits компаниясы шығарған. Түскен қаражаттың бір бөлігі бір бөтелкеге $5 қайырымдылыққа жұмсалды. Спортшы сусын сатылатын аймақтардағы құтқару бөлімшелеріне қолдау көрсеткісі келетінін айтты. Daily Star мәліметі бойынша Конордың 2021 жылғы байлығы $252 миллион бағаланған. Айтпақшы, ол спорт әлемінің ең көп төленетін өкілдерінің рейтингінде көш бастады. Одан кейін екінші және үшінші орындарды Лионель Месси мен Криштиану Роналду иеленді. Бір қызығы, боксшының соңғысымен 2016 жылы сөйлескені, онда Конор футболшыға оны осы тізімде басып озуға уәде берген. Сыртқы түрі мен стилі Конор өзінің жеңістерімен ғана емес, сонымен қатар әйелдердің таңданысын тудыратын және ерлердің қызғанышын тудырған әсерлі келбетінің арқасында танымал болды. Қатал спортшы 8 бұрыштан тыс талғампаз костюмдерді жақсы көреді және үнемі жаңа шаш үлгісімен жанкүйерлер алдында шығады. Макгрегор стилінің өзіндік ерекшелігі оның қалың сақалы. Айтуынша, бетіндегі тыртық пен тері ақауларын жасыру үшін оны өсіруді шешкен. Спортшының гардеробында табиғи жүннен жасалған пальто бар, сондықтан ол жиі жануарлар құқығын қорғаушылардың шабуылының нысанасына айналады. Нью-Йорктегі дебюттік UFC іс-шарасы кезінде Конор жұртшылыққа апақ-апақ киіммен шықты. Гаксе пальтосын киіп, одан кейін қоршаған ортаны қорғау белсенділері оның аккаунтын наразылықтармен және қатыгездікпен айыптаған. Конор промоутер Винс Макмахон ойлап тапқан қолтаңбамен кіреді. Тік арқа, босаңсыған қолдар, жаман ниеттілер келемеждеу бұл спортшының қулығы, бірақ оның Пол Погба сияқты еліктеушілері бар. Промоутерлер Конорды тек қана бай, жекпе-жек арсенал үшін және қансырап жатқанда соңына дейін баруға дайындық үшін ғана емес, жақсы көреді. Көрермендер теледидар контентін көру үшін ақы төлейтін төлем саласында ирландиялықтың теңдесі жоқ. Жанжалдар. Макгрегордың спорт алаңынан тыс ньюсмейкер ретінде таланты бар. Спортшының шешендігі, төреші және күзетшілермен төбелесуі қазірдің өзінде ел аузында. Тіпті оның өмірі туралы фильмде атышулы деп аталады. Ал 2018 жылдың көктемінде Конор Хабиб Нурмагомедовпен америкалық Рэй Борг отырған UFC 223 турнирінің қатысушылары бар автобусқа шабуыл жасап, әбігерге түсті. Борг көзінен жарақат алды. Макгрегордың құрметіне ол полицияға өз еркімен тапсырылды, кейін кепілге босатылды және 2019 жылдың сәуірінде жекпе-жек спорттық емес тағы бір жанжалға қатысты. Папқа. Дублиндегі мәрмәр арка. Макгрегор өзінің вискиінің дәмін татқысы келмеген қарияны жұдырықтады. Қауіпсіздік спортшыны мекемеден кетуге мәжбүр етті. Полиция тергеу жүргізіп, айыппұл салынды. Жеке өмірі. Конор Макгрегордың жеке өмірі.
рингте болған оқиғадан айырмашылығы, тыныш және өлшенген махаббат хикаясы 2007 жылы ирландиялық түнгі клубта басталды. Боксшының таңдауы сұлу Ди Девлин болды. Ол Конорға сенуді ешқашан тоқтатпады, және ол ақша келмесе де, оны қолдады. Irish Mirror басылымына берген сұхбатында жауынгер Ди сол кезде көп жұмыс істеуге тура келгенін, сондықтан қазір ол сүйген әйеліне барлық физикалық және рухани азаптың орнын толтыруға қуанышты екенін айтты. Макгрегор өзінің екінші жартысын жеке кірісті басқаруға қатыстырды. Спортшы осы себепті ол үнемі жақын жерде чек жинап жүр деп әзілдейді. 2016 жылдың күзінде Конор мен Дидің бала күтетіні белгілі болды. Бұл жаңалық боксшыны қуантты. Ол үшін отбасы мен балалары жұлдыздан кем емес мансап. Ирландиялық 2017 жылдың мамыр айына дейін жекпе-жектен бас тартуға шешім қабылдады, өйткені жұбайы төбелескен кезде үнемі қатты уайымдайтын. Баланың есімі Конор Джек Макгрегор болды. Бала мен оның анасы аралас жекпе-жек боксшысынан қайта дайындықтан кейін әкесінің алғашқы турниріне қатысты. 2019 жылы ерлі-зайыптылардың крайы атты қызы болды, ал бір жылдан кейін Конор сүйіктісіне оның әйелі болуды сұрап, ресми ұсыныс жасады. 2021 жылдың мамырында баспасөзде жекпе-жекпен оның кәдімгі әйелінің Риан есімді ұлы болғаны туралы жаңалықтар пайда болды. Макгрегор Instagram желісінің белсенді қолданушысы, әлеуметтік желі Ресей Федерациясында тыйым салынған. Ол Ресей Федерациясында экстремистік деп танылған Мета корпорациясына жатады. Спортшы өзінің жеке кабинетінде жанкүйерлерге жаңа татуировкаларды көрсететін, іскерлік костюммен өзін көрсететін, немесе шаш үлгісінің қалай өзгергенін көрсететін фотосуреттерін жиі жариялайды. Конор әдетте рингке кірген кезде ойнайтын музыка, бұл Синат О'Коннор және The Chieftains тобының The Foggy Dew деп аталатын әні. Ирландиялық спорттық көліктерді жақсы көреді, және бірқатар веб-сайттар бойынша оригамиді жақсы көреді. 2017 жылы Конор Макгрегор ережесіз өмір Джон Каванаг жарақатынан бір жыл өткен соң Конор өзінің жазылушыларын үлкен спортқа қайта оралу туралы ойлармен қуантты. Күресші ізбасарларына өзінің жақсырақ және күшті болатынына уәде берді. Жанкүйерлер бұл жаңалыққа қуанды. Спортшының актерге қайта дайындалуы туралы ақпарат одан кем емес толқуды тудырды. Осылайша, Бақ ирландиялықтың Roadhouse фильмінің ремейкінде түсірілімі туралы жазды. Жаңа жобада басты кейіпкер Джейк ойнаған бұрынғы АФ жауынгері Гиллен Холл, бірақ баспасөзде Конордың рөлі туралы ешқандай ақпарат болмады, тек эпизод емес. Режиссер креслосын кино жанкүйерлері Борн идентификациясы және Мистер мен Миссис Смит фильмдерінен білетін Дуг Лиман алды. 2020 жылдың қаңтарында Конор жазылушыларға велосипедпен жүргенде оны көлік қағып кеткенін айтты. Күн тым қатты жарқырап тұрды, ал жүргізуші оны көре алмады. Атақты адам ауыр жарақаттардан аман қалды.